Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте нәзік әрі өте жұмсақ, дәмді болып шығатын рулеттер жасаймыз. Магазиннің рулетінен әлде қайда керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қыздар, торт болсын, пирог болсын, рулет болсын, барлығын жасар кезде біздің ыдысымыз, жұмыртқалы массамызды араластыратын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Және де ванильный сахар қосып миксерлейтін боламыз. Осылайша араластырып жатқан кезімізде үстінен қантымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп сала отырып миксерлейтін боламыз. Қыздар, рулет жасаған кезде миксерді ең жоғарғы жылдамдығына қоюдың қажеті жоқ. Орташа жылдамдықпен араластыра береміз. Барлығын жақсылап араластырып, біздің массамыз 2 немесе 3 есеге дейін көтеріліп, әппақ болып көпіреді. Сол кезге дейін миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылайша әппақ болып көпіреді. Дайындап алғаннан соң құрғақ қоспаларымызды араластырамыз. Онымен разрыхлительді алып, араластырып, 2-ке бөліп ыдысымызға салып миксерлейміз. Ұзақ миксерлемейміз, кішкене іртік түйіршіктерін кетіріп алғаннан соң ары қарай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Аз ғана миксерлеп алғаннан соң лопатканың көмегімен осылайша астынан үстіне қарай араластырамыз. Қыздар, біздің жұмыртқалы массамыз басылып қалмауы қажет. Қыздар, менің каналым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде тіркеле отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецептер шығатын болады. Дайын болған массамызды үлкен осындай 4-бұрышты формамызды алып, қыздар, мінекей, осындай үлкен формаға жасаймыз. Бізде рулет үлкен болып шығады. Үстіне пергамент қағазымызды құйып, массамызды құйып аламыз, және де барлық жеріне біркелкі етіп, лопатканың көмегімен жайып шығатын боламыз. Формамызға біркелкі етіп, осылайша жайып шығамыз. Қыздар, формамызға орналастырып жатқан кезде массамыздың үстін қатты күшпен басып жібермейміз. Осылай жаймендеп барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Осылайша массамызды барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып алдық. Қыздар, енді кезекте алдын ала қызып тұрған пеште, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 10-15 минут қана пісіретін боламыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен қарап тұрамыз. Шпажканың көмегімен піскен-піспегенін байқаймыз. Шпажкаңыз құрғақ шықса, яғни сіздің рулетіңіз пісті деген сөз. Рулетіміз пісіп шыққаннан соң өте үлпілдек болып тұрады. Сол себепті де қыздар, сынатын сияқты немесе пергаменті алынбайтын сияқты көрінуі мүмкін. Қорықпаңыздар. Осылайша ақырында барлық жерінен асықпай пергаментін алып аламыз. Ешқандай жері сынбайды, әдемі болып алынатын болады. Және де осылай ыстық күйінде арасына пергамент қағаз қойып орасаңыздар да болады. Қатты қыспай орап қоятын боламыз. Егер де сіз бірінші рет жасап жатқан болсаңыз, сізге қиындау болып көрінуі мүмкін. Жасап жатқан кезде сол үшін де міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Қыздар, өте керемет болып шығады. Келесі кезекте біз арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Қыздар, кез келген өзіңіз қалаған крем немесе сгущенка немесе қоюлау варенье жақсаңыздар да барлығы өз қалауыңыз бойынша. Мен қазір осылайша сметана мен сахарный пудраны араластырып жағатын боламын, және де екінші қабатына йогурт жағатын боламын. Өте керемет болып шығады. Немесе қыздар, осылайша сметана мен вареный сгущенканы араластырсаңыздар да өте керемет крем болып шығады. Рулетімізді орап қойған жерінен ашамыз, және де сол ашқан бетімізге жаңағы кремдерімізді барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз. Қыздар, бұндай рулетті кез келген креммен жасай бересіздер. Өте керемет, жұмсақ, әдемі болып үйлесе береді. Осылайша мен алдымен сметанымды жағып шықтым. Содан соң
екінші қабатына йогурт жақтым қыздар. Осындай живой йогурт деген йогурт қолданамын. Мен әрдайым пирог пісіретін болсам да йогурт қосатын жеріне осы живой йогуртты қосамын. Өте керемет дәм беріп тұрады. Персик түрін алсаңыздар да өте ерекше болады. Осылайша екінші қабатына йогуртымды жағып шықтым. Бұлай екінші қабатына йогурт жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да, немесе жемістерді қойсаңыздар да болады, немесе тек қана жаңағы варенье құр жағып қойсаңыз да, тіпті жаңағы сгущенка жағып қойсаңыз да соның өзі жеткілікті болып тұрады. Осылайша екі қабатты менің жасап жатқан тәсілім бойынша жасап көрсеңіздер де өте керемет болады. Барлығын жағып алғаннан соң рулетімізді кішкене қаттырау, тығыздау етіп орап шығатын боламыз. Дайын болған рулетімізді ыдысымызға салып алдық қыздар. Осылайша ештеңе сеппей-ақ ұсына берсеңіздер болады. Кескен кезде ортасындағы креммен өте әдемі болып тұрады. Немесе қалауыңызша сахарный пудра сеуіп қойсаңыз, немесе мен сияқты осылайша үйдегі бар шоколадты ертіп құйып шықтым. Шоколад құйсаңыз да өте әдемі болып тұрады қыздар. Үстіне қалауыңызша жеміс жидектер қойып сәндесеңіз де өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Қыздар, міндетті түрде осы рулетті жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Бұл рулетті жасаған кезде қыздар, міндетті түрде холодильникке 1-2 сағатқа салып алсаңыздар, кремі сіңіп өте әдем болып тұрады. Егер де ыстық күйінде, жылы күйінде кесетін болсаңыздар, үлпілдеп нәзік болып тұрғандықтан дұрыс кесілмейтін болады. Мен мына жерде сіздерге көрсету үшін жылы кезінде кесіп көріп жатырмын. Жылы кезінде кесу ыңғайсыз болады. Сол үшін де холодильникке кемінде 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар, өте керемет болып тұрады. Неке қыздар, рулетімізді кескен кезде осылайша өте керемет болып тұрады, әдемі әрі дәмді болып шығады. Магазиннің рулетіне қарағандағы әлде қайда өте дәмді әрі жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоларым ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.